Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін біз есту мүшесінің құрылысы, яғни құлақ туралы өтетін боламыз. Адамның құлағы жалпы 3 бөлімнен тұрады. Ол сыртқы құлақтан, ортаңғы құлақтан және ішкі құлақтан. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Ең бірінші тоқталмас бұрын мына жердегі суреттерге қараңыздар. 8-ші сынып оқуындағы өздеріңіздің кітаптарыңызда берілген, яғни құлақтың құрылысы. Бірінші номерде бізде құлақ қалқаны берілген, екіншісінде номерлі ол сыртқы дыбыс жолы, қарап алыңыздар. Үшіншісі дабыл жарғағы, төртіншісі дыбыс сүйекшелері, бесіншісі ұлу дене, ұқсап тұр, ұлуға қараңыздар. Алтыншысы есту жолы. Енді бұлардың кейбіреуімен қазір біз ортаңғы және ішкі құлақты айтқан кезде толығырақ тоқталатын боламыз. Ең бірінші сыртқы құлақтың құрылысына тоқталайық. Сыртқы құлақ ол ең алғаш эволюция барысында тек сүтқоректілерде ғана пайда болған. Осы сыртқы құлаққа біз құлақ қалқанын жатқызамыз. Бірінші номерлер тұр. Сыртқы есту жолын жатқызамыз. Екінші номерде және дабыл жарғағы үшінші номерде көрсетілген. Енді осылардың бірден қызметіне тоқтала кетейік. Құлақ қалқаны ол дыбысты қабылдап, құлақтың ішіне бағыттайды. Сыртқы есту жолы ол дыбысты өткізеді және есту жолының терісінде құлық бөлетін бездер болады. Ол қорғаншы рөлін атқарып, шаң тозаңдарды, зиянды микробтарды ұстап қалады. Үшіншісі дабыл жарғағы, яғни сыртқы есту жолы дабыл жарғағымен аяқталады. Келесі ортаңғы құлақ. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағынан кейін орналасқан және олар ауаға толы қуыстар болып табылады. Бұл қуыс мұрын жұтқыншақпен есту немесе эвстахи түтігімен жалғасқан. Адам жұтқан кезде қуыс ашылады да ауа алмасады. Әдетте бұл қуыс жабық болады. Ортаңғы құлақ қуысында өзара байланысқан кішкентай 3 есту сүйекшелер бар. Біз оларды балғашық дейміз, төстік дейміз және үзеңгі сүйектері. Міне қарасаңыздар, мына астында сары түспен бейнеленген осы ортаңғы құлақтың дыбыс сүйекшелері. Біріншісі балғашық, екіншісі төстік, үшіншісі үзеңгі. Енді осы жаңағы дабыл жарғағымен бітісіп кеткен балғашық сүйекшігі алдымен оның тербелісін төстікке береді, кейін күшейтілген тербеліс үзеңгіге беріледі. Осы дабыл жарғағының тербелісі алдымен осы 3 сүйекке, содан кейін барып ішкі құлаққа берілетін болады. Келесі бұл бізде ішкі құлақ. Ол бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан, ішкі құлақтағы қуыстар мен иірім өзекшелерден түзілген күрделі жүйені біз шытырма деп атаймыз, немесе лабиринт. Бұлардың іші сұйықтыққа толы болып келеді, лабириттің, және шытырманда есту мүшесі ұлу дене және тепе-теңдік мүшесі вестибула аппараты болады. Және қараңыздар, мына жердегі екінші суретте көрсетілген ұлу дене номер 5, жаңа алдындағы ең бірінші слайдта көрсеткен болатынмын. Сұйықтық ұлу денеден ағып кетпеу үшін ол сопақ және дөңгелек тәрізді жарғақпен шектелген. Сопақ терезеге үзеңгі соғылады да, ұлу денедегі сұйықтың тербелісі есту рецепторларын тітіркендіреді. Оларда қозу пайда болады да, есту жүйкесі арқылы ми қыртысының есту орталығына жеткізіледі. Вестибула аппараты 2 қапшық пен 3 жартылай иірім өзектерінен тұрады. Олардың қуысы сұйықтыққа толы болып келеді. Әрбір өзектің қабырғасында рецепторлар мен кальцийдің ұсақ кристалдары болады. Дененің қалпы өзгергенде кристалдар қысымы рецепторларда қозу тудырады. Ал пайда болған жүйке импульстері миға әсер етеді, яғни өтеді. Адам үшін жалпы есту мүшесінің маңызы қандай?
яғни адам сөйлеу пайда болған кезде оның маңызы адам үшін арта түседі. Сөзді біз тікелей есту мүшесі арқылы қабылдаймыз, сонымен қатар есту арқылы қоршаған ортадағы түрлі дыбыстарды біз қабылдаймыз, иә. Енді бұлардың гигиенасына тоқталатын болсақ, есту мүшесі қалыпты жұмыс істеу үшін түрлі гигиеналық ережелерді сақтау керек. Онда өздеріңіз білесіздер, және де осы құлықтың жабысқақтығы, сыртқы құлақтан түсетін шаң-тозаңды, зиянды микробтарды ішке өткізбей қорғаныштық қызмет атқарып тұрады ғой. Яғни егер сіздің құлағыңыз көбейіп кетсе, біз оны тазалап отыруымыз керек. Өйткені сіз естімей қалуыңыз мүмкін. Оны да мұқият тазалаған жөн. Себебі үшкір заттармен, иә, қатты заттармен құлақты тазалауға болмайды. Өйткені сіздің ол заттар дабыл жарғағыңызды зақымдап жіберуі мүмкін. Және де адамдарға да қатты шу, иә, мысалы әсер етуі мүмкін. Сондықтан да қатты шуда да көп жүруге болмайды. Енді осы жаңағы қала тұрғындарының дабыл жарғағына қатты шудан үнемі жүктеме түседі, иә. Бізде үнемі жаңағы машиналардың дауысы далада өте көп, көліктердің мысалы. Сол себепті жаңағы таудағы өмір сүретін дейді, мысалы 70 жастағы адамның есту қабілеті дейді, қалада өмір сүретін 20 жастағы адамның есту қабілетіне сәйкес келетіні анықталған. Яғни әрқайсыңыз өздеріңіздің есту қабілеттеріңізді сақтағыларыңыз келсе, қатты шудан сақтану керек, құлақтарымызды күту керек. Енді қазіргі заман талабына байланысты сіздер наушник киесіздер, иә, мысалы, оны да ұзақ уақыт құлаққа киюге болмайды. Ол біртіндеп жаңағы құлақтың да, егер қатты тыңдасаңыздар, есту бейімділігін төмендетуі мүмкін. Осындай қарапайым ережелерді біліңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер сабағым түсінікті болса, комментарийлеріңізді қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.